Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қуырдақтың жұмсақ етіп дайындалу әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналымды қолдап менімен бірге жасап көріңіздер. Әр өңірде әрқалай атайды, қуырдақ деп те, сірне деп те атай береді. Осылай жұмсақ, тәбетіңізді ашарлықтай сочный болып тұрғанын қаласаңыз, видеоны соңына дейін қарап, осы әдіспен де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ең алдымен бізге осылай еттерімізді дайындап аламыз. Қуырдақты негізінде жаңа сойылған малдың етімен жасайды. Осылайша сүйектерін, майын, еттерін алып аламыз. Және де ұнатсаңыз бауыр, өкпе, жаңағы жүрек қоссаңыздар да болады. Ұнатпасаңыз қоспай жасай берсеңіздер де өте дәмді, керемет болып шығады. Және де картошка, пиязымыз қажет болады. Етті осылайша ірі-ірі етіп турап аламыз. Қуырдақты жасаған кезде осылайынан сүйектерін көбірек етіп қоссаңыздар өте керемет дәмді болып шығады. Және де тағамымызға қажетті барлық бауыр, өкпе, бүйрек, өзіңізге ұнайтын бөліктерінің барлығын біркелкі етіп, төрт-бұрышты етіп турап аламыз. Негізінде бұл тағамға картошка қоспай жасаймыз, қыздар. Ұнатсаңыз осылайынан 1-2 штугын қатты көп етпей қосып жіберсеңіз де өте керемет жұмсақ болып шығады. Содан соң пиязымызды осылайынан жартысынан бөліп турап аламыз. Пиязды көбірек қоссаңыз өте керемет болып шығады. Мінекей барлық заттарымызды дайындап алдық. Етімізді жақсылап турап, картошка, пияз, жаңағы өзіңізге ұнайтын өкпе, бауыр, бүйрегінен қоссаңыздар да жақсы болып шығады. Егер де сіз жаңағы еттің іш майын жақсы көрсеңіз, соны қоссаңыздар да болады, сұйық май құймай. Мен мұнда кішкене сұйық май құйып жібердім. Содан соң жаңағы еттерімізді салып, жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Етті жақсылап осылайша жоғарғы отта қуырамыз, қыздар. Және де бізде тұздалмаған ет, жаңа сойылған ет болғандықтан тұзын көбірек етіп қосамыз. Егер де сізде тұздалған ет болса, дәміне қарай көп немесе аз етіп қоса бересіздер. Негізінде қуырдаққа, бұл тағамға тұзын түктеу етіп, тұзын көбірек етіп қоссаңыздар өте керемет болып шығады. Және де осылай етімізге су құймаймыз, өзінің сөлі, яғни өзінің суы шығады. Сол суында кішкене су тартылғанға дейін жоғарғы отта қайнататын боламыз. Содан соң осылай қайнап жатқан кезінде бүйректі саламыз. Тағы да араластырып, толықтай суы тартылғанша орташа отта, қатты жай отта емес, орташа отта қуыратын боламыз. Еттің суы осылай толықтай тартылғаннан соң мінекей қып-қызыл болып қуырылып шығады, ешқандай суы қалмайды. Тек майы қалған кезде пиязды қосып, жақсылап араластырамыз. Тағы да 1-2 минуттай пияздың өзімен жақсылап қуырамыз. Астын, жаңағы тағамның астын жоғарғы отқа қоясыздар. Пиязымызды салып қуырамыз, және де артынан картошкамызды салып жақсылап қуырып аламыз. Картошканы салып жақсылап араластырып қуырып алдық. Содан соң ең соңынан бауырды салатын боламыз. Бауырды тек қана ең соңынан саламыз. Тағы да араластырып қуырып, жарты кеседей су құйдым. Және де бетін жауып, баяу отта немесе орташа отта піскенше бұқтыратын боламыз. Сол кезде тағамыңыз өте дәмді, керемет болып шығады. Артық басқа ешқандай приправа, ештеңе қоспаймыз. Тек қана тұз қосып, өте керемет болып шығады. Дайын болған тағамымызды осылай салып ұсына береміз. Жаңағы тағамымызды ыдысымызға салып болғаннан соң міндетті түрде осылай майын үстінен құйып шықсаңыздар, сочный болып өте керемет болып тұрады, қыздар. Және де бетіне пияз, егерде көк шөп немесе көк пияз ұнатсаңыздар, сеуіп ұсынсаңыздар өте керемет болып шығады. Қыздар, міндетті түрде осы әдіспен де жасап көріңіздер. Жұмсақ әрі сочный, тәбетіңізді ашып керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
Видеоны соңына дейін қарап, менің каналымды қолдағандарыңызға баршаңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып, тегін лайктарыңызды аямай басып отыруды ұмытпаңыздар.